Осы видео қазақ тіліндегі құс тілі жайлы болады. Нақтырақ айтсам, бастауыш қазақ тілі оқулықтарына қойылған құстар тақырыбы. Филолог маман бастауыш сынып мұғалімі ретінде бастауыш сынып қазақ тілі оқулықтарына оқытудың принциптері, қазіргі білім мазмұнына сай болуы, тілдік дағдыларды меңгертуге жауап беруі тұрғысында талдаған зерттеу видеоларынан хабардар болу үшін Естсөз YouTube каналыма жазылып қойсаңыз болады. Абай университетінің педагогика психология институтының маңдайшасына мынадай сөз жазылып асылған: жас ұрпақты сапалы оқулықтармен қамтамасыз ету табыс кепілі. Осы қанатты сөзді Абай университетінің сайтындағы 3D галереясынан алып видеома қойып қойдым. Бұл жерге дейін бәрі дұрыс, бәрі жақсы. Бастауыш 2 сынып 1 бөлім 81 беттегі әдебиеттік оқу оқулығынан оқулықты алып қара деген балаларға берілген тапсырманы біз үлкендер қарап көргенге дейін. Тапсырма мынау: таблицаның 1 бағанына оқулықтың аты, оқулық авторының аты жөні, қандай баспадан шыққан, редакторы кім деген бағандар берілген, осыны толтыру керек. Бос уақытта емес, арнайы уақыт бөліп осы бағандарды толтыруға кірістім. Оқулықтың аты қазақ тілі, оқулық авторының аты жөні. 2011 жылдан оқулық авторлары өзгермеген екен. Енді қазақ тілінде құстар тақырыбына қайта оралайын. Қазақ тіліне құстар туралы мәтін сурет қою дәстүрі сонан 1939 жылдан бері бар. 1939 жылы Төлебаевтың оқу кітабының 5 бетінде сауысқан суретімен сауысқан жайлы тақпақ қойылған. 1940 жылғы әліппе бастауыш қазақ мектептерінің 1 класына арналған автор Кеңесбаев 71 бетте әтеш суреті бар. Ерте тұрады, шақырады деген сөйлем бар. Осы әтештің суреті 2017 жылға шыққан қазақ тілдерінде түрлі түсті болып, дәл осы суреттер қойылған. 1948 жылы әліппе сауаттандыру және шала сауаттылар мектебіне арналған бір оқулықта әдемі қаз суреті, ал мына 2-сінің қазақ тіліндегі қаздардың суреті. Осы құстар туралы тақырыбында қазақ тілінде қойылған құстардың жылы жаққа ұшу мәселесі бар. 1939 жылы Төлебаевтың оқу кітабында мынандай бір мәтін бар: күзгі күн, сентябрь айы болды, күз келді. Күн қысқарып, түн ұзара бастады. Кейде аспанда сұрғылт бұлт болады, кейде сіркіреп суық жаңбыр да жауады. Күннің көзі сирек көрінеді, ай жылтады, таңертең кешке салқын болады. Құстар жылы жаққа ұша бастайды. Оқушылар демалыстан қайтады, мектептеріне келіп оқиды деген әдемі бір баланың жас ерекшелігіне сай сөйлемдері қысқа, анық, бастаушы бар, баяндаушы бар бір сөйлемдермен жазылған мәтін берілген. Енді құстар жылы жаққа ұша бастайды. Қазақ тілінің 2017 жылғы қазақ тілінде қалай берілгеніне қарайық. 2 сынып қазақ тілі Атамұра баспасынан шыққан. Сөз жұмбақты дұрыс шешсең, жылы жаққа саяхаттайтын құстарды табасың. Бұл жерде 3 құс ұшаққа мінейін деп тұрған құс берілген. Құстардың саяхаттау үшін ұшаққа мінуіне не дейсіз? Мен орынсыз салыстыру, тавтология дер едім. 4 сынып қазақ тіліндегі құстар тақырыбының тізімі. Қарлығаш ұясын өрмелеген жылан, қарлығашты сипатта, қарлығаш ұясы. Түйеқұс неге ұшпайды мәселесі де қазақ тілінің өте бір тақырыбы маңызды. 1 сыныптан бастап сұралады, 3 сыныпқа дейін. Ақырында түйеқұстың неге ұшпайтыны туралы сұраққа жауап ала алмаймыз. Бұл ненің дауысы? Сұңқылдады, әупілдеді, барқылдады, шырылдады, қарқылдады, шақырды, көкөктеді, тоқылдатты, қаңқылдады, шаңқылдады, шиқылдады. Осы сөздер 1-4 сынып қазақ тілі бастауыш сыныптың негізгі сөздік қорларын құрайды. Қазақ тілі бастауыш сынып мұғалімі ретінде қазақ тілі оқулықтарына талдау жасаған видеоларымның жалғасын көру үшін Естсөз YouTube каналыма, Instagram парақшама жазылып қойсаңыз болады. 4 сынып 2 бөлім 50 бетте мен торғаймын, суықта да тоңбаймын. Құрт құмырсқа шіркейден бау-бақшаны қорғаймын. 10-11 жастағы балаға берілген мәтін осы. Бастауыш қазақ тілі оқулығында білім берудің бірізділік, жүйелілік принципінен гөрі кездейсоқтықпен оқытылатын білім мазмұны көбірек секілді. Мұны байқау үшін маман педагог, филолог болудың керек жоқ. Оқулықта қойылған мәтіндер, микромәтіндер, тапсырмаларға қарасаң жеткілікті. Бұл оқулықтардың дәл қазіргі кезде мектептерде оқылып жатқаны туралы қазақ тілін қалай үйренеміз, қалай үйретеміз 3 видеомда көрсеткен болатынмын. Қазақ тілінде құстар жайындағы мәтіндердің тапсырмалардың бір легі мынандай. Бір-біріне құстар туралы сұрақ қойыңдар. Мысалы, құстар барар жеріне қалай адаспай ұшып барады? 4 сыныпта құс атын тап. 4 сынып бұл қай құс? 4 сынып тоқылдақ атына монолог құрап жаз. Бір құстың атынан күзгі жолдың қиындығын сипаттап хат жаз деген бір
әдебиеттік оқу Алматы кітап 4-ші сыныпта осындай бір тапсырма бар. Бала құстың орнына құс болып сөйлей алмайды. Неге дейсіз ба? Ол құс өмірі, құстың күздегі жолының қиындығын қайдан білсін? Білмеген нәрсе туралы не айтуға болады? Жалпы білмеген нәрседен адам қорқады. Ол туралы айта да алмайды, білімі де болмайды. Қысқасы, бала түгіл, үлкен адамның өзі құс тілін біле бермейді. Оны мен айтпаймын, құс тілін білетін ақын ағамыз айтады. Құс тілін білу әркімге нәсіп болмаған. Қазақта тіл білу деген тұрақты тіркес бар. Бұл бір нәрсенің қыр-сырын білетін, сол нәрсе жайлы барлық нәрсесін білетін адамға айтылады. Құс тілін Сүлеймен пайғамбар білген, сосын қазақта құс тілін білген, құс тілін ғана емес, бірнеше шет тілін білген, шығыс классика ақындарынша білімге толы, интеллектуалды поэзия қалдырған ақын ағамыз Есенғали Раушанов. Ерекше қабілетті өзгеше бір бала болмаса, қарапайым бастауыш партасындағы бала құс тілін білмейді. Бастауыш баласын құшса сайра деп қинағанша, қазақша қазақ тілінің асыл мақсаты қай сыныптың баласы болса, сол жастағы бала, яғни 4-ші сыныптың баласы ретінде өзі болып, өз ойын айтсын, дұрыс сөйлем құра білсе, қазақ тілін оқыту мақсатына жеткен болмаймыз ба? Құстар туралы мәтіндер 1988 жылы шыққан. Ол кім, бұл не деген кітабынан алынған. Оқулық 2017 жылы шығады, ішіндегі мәтін 1988 жылы кітаптан алынады. Қазақ тілі мен әдебиеттік оқу оқулықтарында осы 80-88 жылғы энциклопедиялық анықтамалықтан ғылыми ортада білінбейтін дерек көздерден алынған хабарламалық сипаттамалы мәтіндер көптеп қойылған. Олардың кейбіреуін атап берейін. 1988 жылғы ол кім бұл не? Төменгі класс оқушыларына арналған 3 томдық энциклопедия. 1-ші сынып қазақ тілі. Тода әдемі құс, 2-ші сынып бөдене құсы, 3-ші сынып қызғыш құс, 3-ші сынып лашын құсы, 4-ші сынып ұзақ. Видеома Абай университеті педагогика психология институтының маңдайшасындағы сөзді нақыл сөз болсын деп қоймадым. Бастауыш қазақ тілі оқулығының авторлары 2000 жылдан өңделіп, 2011 жылдан өзгермегені туралы айттым. Осыншама уақыт бір ғана ғалым оқулықты жазып, басқасы бас шұлғып келсе, осы институттың ғалымдарының алыстан жақыннан қатысы бар деген сөз. Интеллектуалды жырлар мен мағыналы ғылыми негізді көркем сөз қалдырған ақын Есенғали Раушанов туралы да бекер айтпадым. Құстар жайлы ақын ағамыз құстар табиғатын терең білген, көркем сөзбен ғылыми негізде қазақи дүниетаныммен жазған. Бір ғана емес, құс тілі құстар біздің досымыз, құстар атауының сөздігі деген бірнеше кітабы бар. Сол ағамыз сөз шебері ақындардың өзіне құс тілін білмейсіңдер деп айтқан мына өлең жолдары баяндайды. Біздің де жай белгілі құстың тілін білмейтін, әй мынауың кім дейтін естіғансыз күндер басталды деп жазған екен Бауыржан Бабажанұлы. Олай болса, сөйлеуді енді үйреніп жүрген бастауыш баласы тілінде сөйлеуді білмеуі заңды құбылыс. Бастауыш қазақ тілі оқулығын 2011 жылдан бері дайындап келе жатқан ғалымдар қазақ тілі оқулығына осыншама құстар туралы мәтін сурет тапсырма жасап қойғанда, түйе құстың биіктігі секілді мәтіндер құрастырып, лашын, дуадақ тағы басқалар жайлы мәліметті 1988 жылғы анықтамалықтан алуды таңдапты. Ал тапсырмалардағы бастауыш сынып баласынан құс жолының қиындығын суреттеп жаз, тоғылдақ атынан монолог жаз деп оқулыққа жазып қойғанмен, сол тапсырмалар орындалмай келеді-ау. Себебі мұндай тапсырма бала орындауына қиын дейді. Оны бала ойлауы мен сөйлеуін зерттеген ғалым психолог Жан Пиаже айтады. Бала тоғылдақ болып сөйлей қоюы қиын дейді. Тоғылдақ болып монолог жазу былай тұрсын, алдына қойған қоян ойыншығында сол баланың көргендерін көретін шығара алмайды, дейді ғалым психолог. Ал қазақ тілінен оқулық жазған ғалымдар балаға қазақ тілін тоқылдақ болып монолог жазды арқылы үйреткісі келеді. Балалар күзге құс жолының қиындығын құс тілінде айту секілді қиын тапсырма арқылы емес, құс тілінде қазақ тілінде өте жақсы білетін адамнан үйрену арқылы қазақ тілін үйренудің оңай жолын таңдаған болар ма еді, бәлкім.